Mekemede 55-ші мекемеде заң жоқ. Заңсыз қамалды бәріміз. Ұрады, соғады мекемеде. Бүркіт соғырлар апарып кичада ұрады бізді. Бәріміз. Нағақтан нағат қамай жеріп отыр бәрімізді. Нақақтан Әділет сұрайсыздар ма? Әділет сұраймыз, иә. Сотталған Үсен Нұрсұлтан жүріп бір-екі ауыз президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев мырзаға қарай жолдау жолдаймын. Президент мырзамызға мен өзім президентке үндеу жолдау керек. Мен өтініш хат білдіргем ғой президент мырзамызға. Соны мүлдем қараусыз қалдырып отыр қазіргі таңда. Адамдардың құқықтарын қорғау мемлекеттік органдарына да көптеген арыздар жолданып мүлдем қалдырып отыр. Сол себеп соны осы жеткізген. Түркістан облысында 13 сотталушының туыстары әділдік сұрайды. Апелляциялық сот отырысы жалғасып жатыр. Естеріңізге сала кетейін, Түркістан облысында 2024 жылдың қыркүйегінде Ленгір қаласындағы нөмір 55-ші түзеу мекемесінде болған тәртіпсіздікке қатысты 13 сотталушыға 9 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалған болатын. Алайда сотталушылардың туыстары мен қорғаушылары бұл шешімге келіспей, облыстық апелляциялық сотқа шағым түсірді. Күні кеше Әділет үйінің АЕК корпусында кезекті сот отырысы өтті. Еңбекпен араласып, сол жерде астау жасап, үш оң тәрбиеде жүрген бала, ешқандай нарушение жоқ, алған нешеме грамоталары бар, поощрительный свиданиялары бар дегендей қолөнерімен заниматься етіп жүрген. Бұл бунт басталған уақытта да ол баламның еш андай бунтпен хабар болмағанын. Бұрын соң тәртіп бұзбаған ғой, иә? Бұзбаған, вообще тәртіпті болған. Ол әр барған сайын даже сол мекеменің бастықтары, зампыролары бәрі маған әрдайым алғыс айтатын, балаңыз жақсы деп. Енді тағылып отырған айыпты сіздер жала деп қабылдап жатсыздар ғой? Иә, менің баламның жала деп қабылдап отырмыз. Жала деп қабылдаймыз. Өйткені балдарымыз, бұл жердегі балдарымыз бұл бұларға тағылып отқан айыпты мойындап отқан жоқ. Біз жасаған жоқпыз дейді. Бұл Төле би аудандық сотының соты бір жақты болды дағыны балдарға қандай срок берді? Өте үлкен срок берді. 9 жылдан берді. Мекеме бастығы мен мекеменің орынбасарының арасындағы бақталас пен тақталастың арқасында болып жатқан әңгіме болуы мүмкін. Және де оны бұл жерде отырған адамдардың бәрінің өзінің кінәсін мойындағандар шара бар ішінде, бірақ мойындамағандар өте көп. Оның ішінде 13 баланың ішінде. Және де іс материалының 30-шы томында 5 бала именно өз еркімен, өз нелерімен, жауабымен, өз қолдарымен жазып берген мойындау түсініктемелері де бар. Қорғаушы тараптың айтуынша алғашқы сот процесінде заң бұзушылықтар болған, бірақ адвокат бірнеше сотталушының мүддесін қорғауға мәжбүр болғанын тілге тиек етті. 13 сотталушыға қатысты сот үкімі шықты, сот айыптау үкімі шықты. Алайда сот процесінде мен мемлекеттік адвокат ретінде шақырылған болатынмын. Бізде сот тергеуі 5 ай көлемінде болды. Сот процесінде біз өзіміздің қорғауымыздағы сотталушыларға қатысты барлық дәлелдемелерді сотқа ұсындық. Бірінші сатылы сот, яғни Жорабеков мырза тек қана жәбірленушілердің тарапына өте қатты көңіл бөліп, іс тек қана айыптау тарапында өтті. Ол дегеніміз тек қана сот істі бір жақтама, бір тараппен тараптың жаңағы уәжімен қарап, бейтараптылық принципін яғни бұзып отыр. Адвокаттар не қараған енді сол уақытта? Бұл жерде мемлекеттік адвокаттар, Төле би аудандық консультациясының адвокаттары қатысқан основной сот процесіне, ал тек қана сотталушы Намазбаевтың атынан ғана жеке дара адвокат қатысты. Бұл жерде 13 сотталушыға қатысты әрбір сотталушыға бір адвокат берілуі тиіс еді негізінде заң бойынша. Алайда сотта
сотта төрағалық етуші судья Жорабеков әр сотталушыға сіздер жаңағы 4-5 сотталушыға бір адвокат бере отырып қарсылықтарыңыз жоқ па деп барлық жаңағы өзіне шаң жуытпайтындай бір өзіне қатысты бір жеңіл қаралатын нәрсе, өзіне алиби дейміз ғой, пайда болды да сотқа. Мысалы негізі бұл жерде сотталушылардың құқықтары бұзылды толыққанды. Енді қараңыз, көп сотталушыға қатысты тергеу айыптау актісін жазған кезде бұл жерде адамдар тобының сөз байласуымен деп сотқа айыптау келмеген еді. Сот процесі барысында судья, бірінші сатылы соттың судьясы Жорабеков, яғни прокурорға сілтеме жасай отырып, жөн сілтеп отырып, неліктен бұлар ұйымдаспаса бұл істі қалай жасайды деп осылай сұрақ қоя отырып прокурорға жаңадан айыптау актісін жаздырды. Бірақ бұл жерде біз сот процесінде мысалы 429 баптың 3-ші бөлігімен Асқар Рахат Дарын деген сотталушыға қатысты жәбірленуші Өмірзақ жаңағы денсаулығына байланысты күш қолдану арқылы қылмыс жасады деп бірінші айыпталған болатын. Алайда сот процесінде оқиға орын бейне жазбаларын зерттеу барысында Өмірзаққа Асқар Рахат Дарын Абайұлының тарапынан ешқандай күш қолдану амалдары жасамағанын біз дәлелдеп бердік. Ешқандай да күш қолданбаған. Алайда сот оны назарына алмады. Қайтадан жаңа айыптау актісі жазылды. Соның негізінде 19-шы баптың талаптарына сәйкес кінәсіздік презумпциясының 4-ші бөлігінде жазылған сот болжамды дәлелдемелерге сүйене отырып айыптау үкімін шығара алмайды. Ол процесстік кодекстің 19-шы бабында да жазылған, 125-ші бабында да жазылған. Қазір таңда сотталушыларға қатысты түбегейлі біз әр сотталушының іс әрекеті бойынша жаза тағайындауын сұраймыз. Өйткені бұл жерде бейне жазбаларды сындыру мәселесінде олар ешқандайда адамдар тобын сөз байласумен жасалмаған. Яғни 428-дің бірінші, яғни прим 1 бөлігі бойынша менің қорғауымдағы 4 азаматқа қатысты осы бөлікпен саралауын және 3 азаматқа қатысты 394-ші баптың талаптарына сәйкес ешқандай дәлелдеменің болмауына байланысты ақтау үкімін шығаруды сұраймыз. Жалпы апелляциялық сатыдағы сот өз тарапынан адвокаттардың өтініш хатын қанағаттандырып, сот тергеуін қайта жаңғыртып, істі объективті қарау керек деп есептеймін. Біз Астана қаласына вице-министр Қайырбеков мырзаның да приемына кірдік. Осы қылмыстық атқару органдарында жүйесінде болып жатқан сотталушыларға, яғни сотталғандарға қатысты әлім жеттік. Өйткені тікелей жәбірленуші ретінде танылған Әбденқұлов мырза сот үкімі шыққаннан кейін де 69-шы мекемеге келіп, өзінің қызметтік бабын асыра пайдаланып, сотталған азаматтарды мысқылдап, күліп, мазақ қылып кеткен. Бұл дегеніміз біздің қылмыстық атқару жүйесінде әділдік жоқ. Яғни бұрын сотталған азамат екенін білеміз, бірақ әлеуметтік жаңағы топтан оқшауланған азаматтар екенін білеміз. Алайда әр сотталушы қатысты жеке даралық принциппен жаза тағайындау керек. Бұл жерде мысалы менің тағы бір қорғауымдағы Салықбай деген азамат ешқандай іс-әрекет жасамаған, камера сындырмаған, бағынбаушылық ешқандай әрекеттерін жүргізбеген. Бірақ ол кісі барлық бап бойынша осы 428 баптың 3-ші бөлігімен, 428 прим 1 бойынша 3-ші бөлігімен, 429 баптың 3-ші бөлігімен әр сотталушы қатысты түпкілікті 9 жылдан жаза тағайындап отыр. Ол дұрыс емес. Ол дұрыс емес. Сол есіміңіз, аты жөніңіз? Сарымсақова Аселия Ақбалақызы. Сарымсақова Аселия ма? Сарымсақова Аселия Ақбалақызы. Сосын айта кетейікші, осы енді масс-медиа заңы бойынша сіздерден көмек сұрап, енді істі объективті қарау мақсатында сіздер шақырып отырмыз ғой. Біз Қазақстан Республикасының президенті Тоқаев мырзадан, бас прокуратураның
бас прокурордан және жоғары соттың төрағасынан көмек сұраймыз. Осы біздің уәжімізді назарларыңызға алуды сұраймыз. Келтірілген залал көлемі 5 миллион теңгеден асқан. Сот процесі әлі де жалғасуда. Қорғаушылар жазаны жеңілдетуді сұрап отыр. Түрін көрсетуді жасырған азамат 55-ші мекеменің бұрынғы жазасын өтеген сотталушысы. Мекеме Ленгірдегі 108 мекемесіне Жанболат деген кісі бастық болып тұрады. Сол бастық болып тұрған кезде мекемені басқарып отырған кезде Астанадан Әбденқұлов Нұрлан деген кісі келеді, ол бізге ауысып зам болып келеді. Сол бастыққа зам болып келеді да, сөйтеді да, сол жерге Астанадан келгеннен кейін екеуінің арасында мекемедегі билікке талас болады. Кім екеуінің арасында? Әбденқұлов Нұрлан да, жаңағы замы мен бастықтың арасында. Замы Астанадан? Иә. Замы Астанадан келеді, Астанадан тағайындайды да оны. Сөйтіп мекемеге келгеннен кейін мекемеде ішінде сол мекеменің несіне талас болады екеуі. Билікке да. Мекемеде енді анерде сотталғандар астау істейді, анау істейді, мынау істейді, қолөнер бар деген сияқты. Неше түрлі тіршілік бар ғой енді ол жақта да. Сосын сол жерде таласып жүреді да, сөйтіп оны бастық. Оны бастық жаңағыдай орнынан алып тастайын деп неше түрлі нәрселер ойластырып, екеуіне жаңағыдай бір-бірлерінің арасында сондай нәрселер болып жүреді, ұрыс керіс болып жүреді, жаңағыдай подставалар болып жүреді, сөйтіп жүреді да, осы мәселе болады. Бұл мәселе қалай туындайды? Бұл мәселе Әбденқұлов Нұрлан деген кісі мекемен өзін жақсы жағынан көрсетіп Астанаға да, өзін жаңағыдай тәртіп жағынан қысып, сотталғандарды свиданкіде керек нәрсесін кіргізбей қойып, үйтіп өзін сөйтіп көрсетіп жүреді да, сөйтеді да бір күні мекемеде локальный участок деген болады, локалкалар жабылып тұрады да, солар негізі ашық тұрады негізі. Сотталғандар жұмысына барады, санчасқа барады, сөйтіп жүрген кезде сол баратын уақыттарында жауып тастайды ана кісі локальный участокта. Сотталғандар әнелді көтеріледі. Сөйтіп көтеріледі, неменеге жауып тастайды, біздің положенный уақытымыз, жүретін уақытымыз, санчасқа баруымыз керек, жұмысқа баруымыз керек деп. Сөйтеді да, ол ана ситуацияны, өзі накаляция етіп тұрған ситуацияны одан сайын накалят етіп, жаңағы войсковик дейді ғой, әскери адамдарды сол жерге шақыртады. Сол жерде өздерінің арасында бір ерегіс болып, неғып атқан кезде, ана бір әскериді алып, жаңағыдай сотталғандар неғып атқан кезде, трансформаторды біреу жағы жереді. Ол трансформаторды жағы жерген, мен сол жақта балалар хабарласып тұрады маған, оған жағы жерген, мынау бастықтың адамдары жағы жереді трансформаторды, әдейіге. Сөйтеді да камералар сындырады. Мынандай ситуация орын алды, оған жаңағы Әбденқұлов Нұрлан кінәлі деген сияқты, анаң трансформатор жағып, камералар сындырып жібереді. Сол ситуация болып жатқан кезде, қарапайым сол жерде өзінің жазасын өтеп жүрген, жұмыс істеп жүрген, ол жақта да сотталғандар бөлінеді ғой, жұмыс істейтіні бар, істемейтіні бар. Жұмыс істеп жүрген қарапайым бір сотталған шақырады, 9 жыл отқан Нұрсұлтан деген жігіт шақырады. Сөйтіп сұхбатқа шақырады да, Нұрсұлтан, біз сенің жасағыңдағы балалар осындай шулап жатыр, жасағыңда барып тынышталдар, саған өтініш, ертең сотың келе жатыр екен, саған көмектесеміз. Осындай сөйтіп сондай нәрселер айтады. Ол Нұрсұлтан айтады, мен жұмыс істеп жүрген адаммын, астау істеймін, анау істеймін, мен тыңдаймын, тыңдамаймын, бір ауыз айтып көрейін, барып сотталғандарға. Сөйтіп барады, айтады, жігіттер тыныштық қылыңдар, анау деп, тыңдамайды оны ешкім. Сөйтеді да, бұл Нұрсұлтан қайттан шақырады. 2 мәрте ма, 3 мәрте шақырады. Шақырғаннан кейін нағымайды. Сөйтеді да, мекемеге жаңа әскери адамдарын бәрін кіргізіп, мекемені тыныштандырғаннан кейін қылмыстық іс уже қозғалды ғой. Камералар сындырды, мемлекеттік залал келді. Сөйтті да, соның бәрінен ұйымдастырған адам керек болады бұларға. Сөйтеді да, ана Нұрсұлтанды осы істің бәрін ұйымдастырған сол қылып, лидер қылып, жаңағыдай кінәлі қылып шығарады ғой, аяқ жағында. Бірақ негізінде кінәлі адамдардың бәрі анықталған, кімдер екен, ол жаңағы істе бар екен. Бірақ ол кісілер емес, қатысы жоқ балалар осы тірлікке ілініп кетіп отырған. Бұлардың тірлікке ілініп кетуіне не себеп деп ойлайсыз? Ақша ма? Жоқ, не ма? Енді показатель керек болды деп ойлаймын мен ол жерде.
басу қиын болған пункт кезінде сендерге хабарласып жалпы иә сотқа жүргенде хабарласқан сол кезде иә хабарласып өздеріңіз білген шығарсыздар жалпы телефонмен сөйлесіп білсеңіздер де иә біліп отырмық қой жаңалықтардан бәрінен шығып жатыр бәрін көріп естіп жатырмыз кейіннен біраз уақыт өткеннен кейін жаңағы хабарласып қал жағдайын біліп не болды не жағдай болды деген кезде осы ситуацияны айтып берді да бізге бірақ сол іште өзіміз жүрген уақытта да осындай нәрселер бар екенін білетін едік та біз осы жерде осындай нәрселер болатынын бәрін білетін едік екеуінің арасында талас тартыс болып жатқанын білетін едік осындай нәрселер ұйымдастырылып жаңа мекеме әкімшілік тарапынан мекемеге енді келген сотталғандар ондай нәрселерді көп білмейді да сөйтеді да ілесіп кетеді жаңа арандатушы адамдар болады милиция тарапынан келеді да ананы барып істеп тастайық мынаны барып істеп тастайық дейді да аналар соған ілесіп еріп кетеді да арқасынан сөйтіп аяқ жағында өздері кінәлі болып қалады ана кісі енді өзі сол нәрсенің бәрін тоқтатқан болып сондай заң бұзушылықтарды анықтаған болып әдемі болып шығып отыр да ситуациядан түсініп жатсыз ба заң ма иә начальнигі жақта шығып кетті начальнигі ол ауысып кетті басқа мекемеде істеп жатыр деп естідім қазір ал өзі сіздердің кездеріңізде сонда локалка дегенде ашық тұратын еді ашық тұратын еді иә ашық тұратын еді значит күндіз ары бері жұмысың бар иә жүретін жерің бар сағат белгіленген мекеменің ішінде дұрыс жан жаққа иә сағат 9-дан бастап кешкі сағат 7-8-ге дейін мекеменің ішінде жұмыс орныңа баруға или болмаса ауырсаң неде мекемеде санчасть бар емханада емханаға баруға сондай жерлерге ашық тұратын жер ғой негізі иә локальный аймақ ашық тұрады постоянно ашық тұрған ол жер сөйтеді да сол кезде соны әдейі жабады сөйтіп жаңағыдай сотталғандарды арандатады сол ситуацияны арандатып жатқанын пайдаланып мына жақтан біреулерге трансформатор жаққызып жібереді сөйтеді да камераларды сындырады біреулер жас балаларға жаңағыдай камералардың бәрін сындырайды деп камераларды сындырып сол кезде сөйтіп басталған нәрсе ғой негізінде сол заң сияқтамаған ол қазір ол жақта емес ол да басқа жерге ауысып кетті ауыстырады ғой төменде қойды ғой иә біліп енді уже басқарамағаннан кейін не істейді ол кісіні басқа не айтасыз өзіңіз басқа сол сотталғандарға жеңілдік тілеймін ата аналарына оралғысы келеді бәрі үйлеріне барғысы келеді қаншама жыл күтіп өзі удосына енді жеткен кезде осындай нәрсеге ұрынып тұр да иә мысалы жаңа Нұрсұлтан деген баланы лидер қылып отыр жалғыз баласы бір үйдің өзі сол уақытқа дейін тәртібі үшінші положительный степень деген бар үшінші положительный өте жақсы дәрежедегі да ең жоғарғы дәреже ғой тәртібі ең жоғарғы дәрежеде жүрген бала ешқандай сөгісі ешқандай несі жоқ ескертуі жоқ бір күнде алады да сондай қылмыскер лидер қылып жібереді да өзімен өзі жұмыс істеп үйіне астау істеп жаңағыдай қолөнер бұйымдарын істеп сатып күнін көріп жүрген бала ғой шешесін асырап жүрген бала мысалға Жұмыс материалдарымен танысқан кезде бірінші сатылы сот Қазақстан Республикасы қылмыстық процессуалдық кодексінің 24-ші бабын өрескел бұзып тек айыптау уақытында жүргізілген. Негізгі тергеу кезінде сот тергеу кезінде тергеуші осы істі жүргізген тергеуші куә ретінде шақырылған кезде одан сұрайды. Осы жерде ұйымдастырушылар бар ма деген кезде тергеуші өзі сотқа сот тергеуіне жауап береді. Бұл жерде ұйымдастырушылар жоқ. Ұйымдастырушылар басқа жақта деп. Сол кезде ұйымдастырушыларға қатысты іс материалдарын жеке өндіріске бөлгенбіз дейді. Дегенмен соттың аяқталуына жақын қалған кезде сотқа қатысушы прокурор мені қорғауымдағы намазбаевты әрі орындаушы, әрі ұйымдастырушы қылып, оған жаңа айып тағып береді. Соның салдарынан менің қорғауымдағы көп жыл мерзім береді. Менің қорғауымдағы намазбаев сол алдыңғы жасаған қылмысына өкініш білдіріп, тәрбиелі болып, үшінші оң дәрежелі тәрбиелі дейді. Ол өте жоғарғы тәрбиелі екен. 9 жыл бойы сол жерде өндірісте істеп, ешқандай нарушение жасамаған, оның өзін пәтер берушінің өзі баяндайды солай деп сотта. Ешқандай тыңдамаған. Кейін анау іс материалдарына қарайтын болсаңыз, сол мекеме бастығы 55-ші
мекеме бастығы Қамбаровтың өзі марқұм болып кеткен Ачелов арқылы менің қорғауымдағыны шақыртып, оған айтады, мынау нелерді не қылсайшы, қойдырсайшы, мына көтерілісі бассайшы деп өзі айтады да, бірақ сотқа тергеуге келген кезде ол жауаптарынан жалтарып, ондай болған жоқ деп шығарды.